Шаштарыңыз ұзын, әдемі, қалың болғанын қаласаңыздар, бірақтан шаштарыңыз әлсіз өспейтін төгіліп жатса және де арасына алапец болып түсіп жатса, бұл видео сіз үшін. Экранға жақын отырамыз. Кез келген аптекалардан табылатын, бағасы бар болған 2000-ға шығатын цинкобаламин және де никотиновая кислота керек болады. Екі қоспамыздан да екі ампуладан алып, өзіңізге ыңғайлы посудаға салып алсаңыз болады. Ең оңайы шприцпен тартып алу. Құйып алған қоспаларымызды 50 мг спрей ыдысқа салып, үстінен қайнатып суытылған суды құйып қоямыз. Бұл спрейімізді жуылған таза басқа су кезінде жақсылап сеуіп, 1-2 минут массаж жасаймыз. Қолданар алдында міндетті түрде аллергияға тексеріп аламыз, және де жүкті әйелдерге қолдануға болмайды. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыз.